Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін Lada Grant автокөлігіне диагностика жасаймыз. Осы жөнінде қысқаша видео түсірмекпіз, бәлкім керек болар. Lada автокөлігінің диагностикалық разъемы жолаушы жағында астың бетінде орналасқан. Мінекей көріп тұрғандай. Осы разъемға диагностикалық құрылғыны жалғадық. Ендігі мәселе телефон арқылы бағдарламасына кіріп жанып тұрған ақаудың көрсетіп тұрған не екенін анықтау. Мінекей ол телефоннан Open Daic қосымшасын ашамыз. Орсын көліктерінде осы қосымша жақсы жұмыс жасайды. Мінекей барлық параметрді ашып берді. Идентификационный номер автомобиля дейді, яғни вин-код бәрін көрсетеді осы жерде. Мінекей осылай көлік туралы біршама ақпарат алуға болады. Қай жылы программа орнатылған контроллерге, көлік қай жылы шыққан, нөмірлері барлығы осы жерде тұрады. Бізге керегі ошибки бөлімі. Үстіңгі жағында 3 меню тұр. Бірінші информация, параметрі, сосын ошибки. Бізге керегі ошибки бөлімі. Қазіргі сәттегі машина контроллерінің жадындағы ақаулар міне осылар бауырлар. Ошибки бөліміне кірген кезде осы ақаулар шығып тұр. Неге барлық ақауларды оқып, не болмаса телефонның экранын суретке түсіру арқылы сақтап қоямыз да, сосын астында сброс батырмасын басамыз. Сол сәтте бұл ақаулар кетіп қалу керек. Егер кетпей қайтадан шығатын болса, онда міндетті түрде бұл ақаулардың себебін анықтауға тура келеді. Мінекей сброс ошибки батырмасын бастық. Барлығы кетіп қалды. Дәл қазір көлік қызып тұр, оталып тұр көлік. Екінші ортадағы параметрлер бөлімі. Бұл жерде көліктің бойындағы барлық құрылғы, яғни датчиктердің барлығының жай-күйін көрсетіп тұрады. Напряжение батареи 13-50 volt. Бұл генератордың, аккумулятордың жақсы дегенін білдіреді. Температура охлаждающий жидкости, яғни судың температурасы, обороты двигателя 902, 800, 900. Бұл сәл көп болып тұрғаны, мана ошибкілердің арасында слишком богатая смесь деп шыққанын көрдіңіздер ғой. Сол осы міне обороттың көбейіп тұрғаны. Бұл енді көлікте газ қондырылған, сол газды кішкене сығып қайтадан баптау керек болады. Тағы да міне угол опряжения зажигания, длительность импульсов, впрыска, положение дроссельной заслонки. Жалпы бауырлар, бұл параметрдің барлығы, яғни көлік қозғалыссыз қызып оталып тұрған жағдайдағы қандай көрсеткіштер көрсету керектігі жөнінде арнайы таблицалар көліктің маркасына қарай интернет желісінде бар. Іздеп тауып алсаңыздар болады, салыстырып қарасаңыздар болады. Мысалға көрсете кетейін мен Lada Grant'ның таблицасын. Мінекей бауырлар, таблицасы осылай болады. Мысалы, холостой ходпен 3000 обороттағы көрсеткіштерін көрсетіп қойған. Қозғалтқыш айналымы холостой ходта 800-дің жобасында болу керек, 700-800-дің деп көрсетіп тұр таблицада. Бұл жерде 900 бізде. Бұл жаңа басында шыққан ақаулардың ішінде бар ғой. Слишком богатая смесь, топливный смесь деген. Осы соның әсерінен ол көп көрсетіп тұр, сондықтан оны азайтудың жолын іздеу керек. Мінекей барлығын осы параметрлердің таблицасы бар. Енді астыңғы 4 мәзірдің екіншісіне кіреміз. Каналды атыспы деп тұр ғой. Мінекей басы. Сол кезде бізде келесі датчиктердің өлшемі шығады. Мінекей. Осының ішінде бауырлар бізде датчик температуры воздуха во вкусном. Сол кезде бізде келесі датчиктердің өлшемі шығады, яғни вольт. Мысалы, датчик температураның қанша вольт барып тұрғаны, температура воздуха, датчик температура воздуха деп шығып міне коллекторде. Осы жөнінде кішкене тоқтала кетейінші. Бұл енді ДМР датчик массового расхода воздуха, яғни жаппай ауа шығынын өлшейтін құрылғы. Бұл
көлік қозғалтқышының дем алатын сүзгісінен кейін орналасатын құрылғы датчик. Бұл мына жерде мінекей вольт 0,996 көрсетіп тұрды. Осыны көрсетейік. Төмендегі тізімді көріп тұрсыз ғой, 0,199 пен 0,101 вольт осының аралығында болса, бұл жаңа құрылғы. Одан кейін 0,101, 0,102 болса, бұл құрылғы жақсы жағдайда, бірақ жұмыс жасаған. Сол сияқты жағдайына қарай көтеріле береді. Соңында 0,104, 0,105 немесе одан жоғары болса, бұл құрылғыны уже ауыстыруға тура келеді деген сөз. Бұл істен шыққандығының белгісі. Осы секілді барлық құрылғының өзінің тізімдері, яғни өлшем бірліктері, жай оталып тұрған, қозғалыссыз оталып тұрған көлікте қандай болу керек екендігі жөнінде ақпараттар интернет желісінде бар. Іздеп тауып алсаңыз болады. Яғни іздеу сайттарында, кез келген браузерде іздеу сайттарында жазсаңыз шығарып бере береді. Мінекей барлық құрылғының көліктің бойындағы жағдайын осылай білуге болады. Яғни бұл құрылғының жаңа екенін, істен шығуға жақын екенін немесе істен шығып кеткендігі жөнінде білуге болады. Келесі мәзір пропуска воспламенения. Бұл жерде де бір шама нәрсе көрініп тұрады. Енді қыса көрсете берейін. Одан кейінгі мәзір бізде параметр детонации. Мінекей. Бұл жерде де бір шама ақпарат бар. Қайтадан ошибка мәзіріне кіріп қарайық, яғни ақаулар мәзіріне. Бұл жерде ешқандай ақау жоқ. Көліктің оталып тұрғанына біршама уақыт болды. Осылайша бауырлар, бұл бағдарламадан шығатын уақыт жақындады. Енді қолымнан келгенше қазақ тілінде түсіндіріп жатырмын. Бәлкім керек болар деп. Қазақ тілді арнамызға қолдау көрсетіп тіркелуді ұмытпайық бауырлар. Алда тағы да жақсы видеолар болады. Жіберіп алмаңыздар. Келесі көріскенше аман саулықта болайық.